Семейде саяси қуғын сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күніне орай Алаш қозғалысының көшбасшысы Әлихан Бөкейхан мен Қаймұхамедханов ескерткішіне гүл шоқтары қойылды. Шараға Абай облысының әкімінің орынбасары Шалқар Байбеков, Семей қаласының әкімі Нұрбол Нұрсағатов және зиялы қауым өкілдері, қоғам белсенділері мен жастар қатысты. Ардақты ағайын, қымбатты жерлестер, бүгін біз сіздермен саяси қуғын сүрген және ашаршылық құрбандарын еске алып, тарихқа тағзым жасау үшін жиналып отырмыз. Барша адамдар үшін дамудың, азаттықтың дәуірі болған 20 ғасырды қазақ елі бодандықтың бұғауында қарсы алғаны ақиқат. Осы бір аласапыран заманда бүтіндей бір ұлттың сенгенін тек оқыған азаматтар болатын. Елдің егемендігін қалпына келтіріп, озық өркениетті елге айналдыруды көздеген Алаш қозғалысы да дәл осы заманда қараңғы қазақ көгіне күн болып өрмелеп шықты. Ұлттың ұлы тұлғалары Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатовтар мен оларға серік болған Жүсіпбек Аймауытов, Мағжан Жұмабаев, Халел Ғаббасов, Райымжан Марсеков, Ахметжан Қозбағаров, Отыншы Алжановтар сын сағатта аянбай қызмет етіп, өз жанын қазақтың ары мен намысынан биік қойды. Азаттықты аңсады. Алайда қызыл террордың кесірінен олар 100 мыңнан астам жалсыз жазаға ілінгендер көшін бастап, халық жауларын анықтау саясатының құрбаны болды. Тап жау болып қуылды, ұлтшыл болып жабылды. Қауіпті элемент болып атылды. Заман ауысып, қара жер қойнауына жасырғанмен азаттық жолында құрбан болғандар еш ұмытылмайды. Себебі асыл азаматын ардақтайтын ұрпақ бар. Ел егемендіктің 4-ші онжылдығына қадам басты, өшкені жанып, өлгеніміз тірілді. Алаш арманы ақиқатқа айналды. Алаш қонған ақбоз үй деп Ахмет Байтұрсынұлы жырлағандай, Алашқа пана болған қарт Семейді өз биігіне шықты. Абай облысы құрылды. Бұның өзі тарихта ардақтап, әділдікке жол берген мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың салиқалы саясатының негізінде мүмкін болып отырғаны ерекше атап өту қажет. Қадірлі жерлестер, заманның заңғар тұлғалар жастардың жанында мәңгі сақталып, бабалар аманатын адал ұрпақтың бәйгесінде асықтар алшынан түсе берсін. Ел аман, жұрт тыныш, болашағымыз баянды болсын. Көп рахмет. Жиналған қауым саяси қуғын сүргін құрбандарын 1 минут үнсіздікпен еске алып, гүл шоқтарын қойып тағзым жасады. Міне бас иіп тұрмыз осы ұлы адамдардың рухына, алтын күні шәкәрімге сол тағзым еттік. Бүгін мінекей Әлихан Бөкейхан ескерткішіне, Мұхтар мен Қайым ескерткішіне тағзым етіп тұрмыз. Бұл кісілер бір символдық адамдар ғой. Бұлардың қоса мыңдаған адамдар тұр. Сол аттар аталмаған, емес аталса да, сол бәрін атап өту мүмкін емес, бірақ осындай күн болу керек, дұрыс. Осы күні 20 мамыр қуғын сүргін құрбандарын және ашаршылық құрбандарын еске түсіру күні лайықты өтіп жатыр деп есептеймін. Бүгінгі күн әрине бүкіл Қазақстан үшін қайғылы күн болып саналады. Себебі 37-38 жылдары осы қуғын сүргіннің ең апогеясы болды. Көп 25 мыңға там адамдар атылды. Ең қазақтың арасындағы зиялысы, біліктілері атылды. Соның бірі бүгін басында болдық. Әлихан Бөкейханов осы Семейде болған, түрмеде болған, Павлодардан келе жатқанда жолда ұстап алып түрмеге қамаған. Содан ол Кадет партиясында Петербургда мүше болды. Алаш өкіметінің премьер-министрі болды. Сондай адам болатын. Қазақ халқына қасірет әкелген сол бір аумалы төкпелі жылдарда мыңдаған адам жазықсыз түрмеге тоғытылды. Аяусыз атылды, туған жерінен айдалып кете барды. Ұлтын сүйген азаматтар тоталитарлық жүйенің құрбанына айналды. Ел үшін жанын берген әрбір тұлғаның есімі тарих беттерінде алтын әріптермен жазылып қалатыны сөзсіз. Тарихи деректерге сүйенсек, 1927 жыл мен 1953 жылдар аралығында қазақ жеріне 125 мыңнан астам адам қуғын сүргінге ұшырады. Оның 25 мыңы ату жазасына кесілді. Олардың ішінде Әлихан Бөкейханұлы, Ахмет Байтұрсынов, Мағжан Жұмабаев, Сәкен Сейфуллин, Міржақып Дулатов, Бейімбет Майлин сынды алаш арыстары да бар еді.